Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Мына халықтың басына ең ауыр күн туғанда, қазақпен бірге болмағанның бәрі қазақтың жауы. Бұғып қалғанның бәрі қазақтың жауы. Шынай ұлтшыл болсаң, халқыңмен бірге бол. Мынау зұлымдық қудалау, репрессия, қазақтарды нақақ тұтқындау, соны тоқтатуға тырыс. Ал онда осындай кезде үндемей қап, ертең шығып, отырып, оттап, талшайнап, ертең бәр мәселе шешілгенде, халқым, қазағым дедің ба, сен жаусың, сен сұмырайсың, сен екі беткейсің, сен мұнапиқсың. Сен шынайы, ол дүниені аңсағыш болсаң, шынайы анау аталмыш қорғыздарынан үміт күтсең, шынайы жәннатқа баруды аңсасаң, онда шықпайсың ба қазір, емтихан тапсырмайсың ба? Кім айтты саған? Тоңқаңдаса болды жәннатқа кіргізеді деп. Жәннатқа мұнафиқтар кірмейді, жәннатқа екі беткейлер кірмейді, жәннатқа қорқақтар кірмейді, жәннатқа нағыз шыншылдар, ақиқат үшін күрескендер кіреді. Егер жәннатқа мынау ашықта былай айтып, көмескіде былай айтатын сол ашамай жуып тоңқаңдасам бол жәннатқа кірем дегенде, егер жәннатқа сол сұмырайлар кіретін болса, онда ол жәннат емес ол. Құдай әділетті, Құдай шыншыл, Құдай ақиқатшыл, мынаған сеніңіздер халқым. Құдайды сіздер мына қалың сұмырайлардың, дінді пайдаланып бизнес жасаған сұмырайлардың сөзіне сеніп, Құдайды қате түсінбеңіздер. Құдай ол бәрімізге ортақ, ол жаңағы дінді таратқан, дінді бизнеске айналдырған, ана сұмырай қаңғып келген, есегіне теріс мініп, құмнан қаңғып келген, аладорбара арқалап келген, өлі қазақтан да ақша жасайтын, тірі қазақтан да ақша жасайтын сұмырайлардың әкелген діні дін емес. Олар бизнес алып келді, олар ана құмда қарасы өздері сияқты қалың сұмырай алаяқ өңкей, құм баратын жері жоқ. Сондан ана дінге кіргізетін мына жасыл далада өскен көшпенділерге қарай беттеді. Сенбеңдер олардың дініне, олардың діні өтірік. Құдай әділетті, Құдай шыншыл, Құдай сені жаңағы сұмырай алаяқтардан жаңағы айыру үшін мына дүниеге бізді сынаққа жіберді. Сондықтан нағыз дін кімде? Ақиқатшылдықта. Біздің ата-бабамыз ақиқатшыл болды. Аттың үстінде империялар құрды. Біз өркениеттерді құрдық. Біз өркениеттерді жараттық және тараттық. Еуропа мен Азияда ат үстіндегі империяларды құрдық. Бізге жаңағы Құдайдың бір екендігіне сену керек. Және өліп қайта тірілетінімізге сену керек. Жәннат пен тозаққа сеніп иман келтіру керек. Пайғамбарларға сеніп иман келтіру керек. Соңғы пайғамбарға сеніп иман келтіру керек. Кітаптарға сеніп иман келтіру керек. Соңғы кітапқа сеніп иман келтіру керек. Өлтіріп тірілуге иман келтіру керек. Жәннат пен тозақтың бар екеніне сеніп иман келтіру керек. Діннің дұрысы сол. Анау діннің алаяқтары алып келген 3-7-сі 40 анау мына өңкей, мына жақта қазақ өліп жаса, ана жақта бизнес жасап, мына құран қатын бер, бір сиыр берсең құран қатын түсірем, екі сиыр берсең екі құран қатын түсірем, 7-сін былай оқы, 40-ын әзірмен жүргізіп берейін, мынша ақша, бір бизнес алаяқ оның бәрі. Оның бәрі сұмырайлар, сол анау аңқау қазақты алдап отырып ақша жасаған. Сенбеңдер, ақиқатшыл болу керек. Тоңқаңдағанның бәрі жәннатқа кірсе, онда Құдай әділетшіл емес. Ал Құдай әділетшіл, Құдай шыншыл, мына дүниені махаббатпен жаратты. Аспанды, ғаламды, жерді, ана өрмелеген құрт құмырсқадан тартып, ана алып динозаврға дейін бүкіл сені бізді жаратып, қолымызды, басымызды беріп, ақыл беріп, бізді жаратып қойған Құдай. Шексіз жаратушы. Бірақ ол жаңағы дінді бұрмалап бизнес жасайтындардың діні емес. Олардың Құдай емес. Құдайды олар жеке меншіктеп алған жоқ. Құдай ешкімге нағашы емес, ешкімге жиен емес. Құдай ешкімге Құдай емес. Құдай бәрімізге ортақ. Құдай үшін ағылшын кім, еврей кім, орыс кім, қазақ кім, араб кім, қытай кім, үнді кім, Құдайға бәрібір. Құдай тек әркімді жаратты да бөлек мәдениет беріп қойды, бөлек тағдыр беріп қойды. Ыстық жердің халқы, суық жердің халқы, орташа жердің халқы деп қойды. Сондықтан Құдайдың ақиқаты шыншылдық. Құдайдың ақиқаты сол. Кім шыншыл, сол Құдайдың ақиқатына жақындайды. Отырып алып айтқаны өтірік болса, халықтың басына күн туғанда үнсіз қалса, бұғып қалса атаңа нәлеттер. Атаңның басына солар Құдайдың сүйікті құлдары ма? Олар Құдайдың сүйікті құлдары емес, олар мұнафиқтер, бір ауыз сөзбен айтқан кезде. Олар мұнафиқтер. Қазақтың басына ең ауыр күн туғанда, қазақтың жері сатылады деген кезде шықпаса, екінші рет сатылады дегенде шықпаса, бір ауыз айтпаса, қазақты миллиардтап кредитке тығып, бүкіл қазақты кредит үшін жаңа қайыр шығып, жезөк шығып, қаңғытып, қылмыскер қылып, тентіретіп, тоздырып, аздырып жіберген кезде үндемесе, бүкіл көше толы жезөкше болғанда үндемесе, кредитті қарам екендігі туралы бір ауыз уағыз айта алмаса, мынау бүкіл қоғамды жаулап алған індетке тауба шүкір елбасымыз жасасын деп 30 жыл бойды бізді тек қана елбасына бас
шұлғуға үгіттесе, онда оның бәрі мұнафиқ, сол елбасымен бірге тозақтың төрінде өртенеді. Елбасың абсолютті түрде тозақтың төрінде өртенеді, және сол елбасыны ақтаған, жақтаған, соны елбасы жасасын, елбасының арқасында дегеннің бәрі сонымен бірге тозақта өртенеді. Еш күдіктеріңіз болмасын. Ешқандай күдіктеріңіз болмасын. Әрине, о дүниедегі Құдайдың шешімін мен білмеймін, бірақ Құдай берген ілімдерге негізделіп, Құдайдың жазған кітаптарын оқып, Құдайдың ақиқатын оқып отырып, елбасы егер жаннатқа кіретін болса, онда Құдайдың әділетсіз болғаны. Яғни Құдай әділетті. Құдай әділетшілдерді ғана жаннатқа кіргізеді. Турашылдарды, шыншылдарды ғана жаннатқа кіргізеді. Ал ендеше 30 жыл бойы осыншама халықты тоздырған елбасы қайтып жаннатқа кіреді. Ендеше елбасыны ақтаған, мақтаған, жақтаған, соны дәріптеген, үгіттегеннің бәрі сол елбасылармен бірге жаһаннамның түбінде мұнафиқтердің қатарында өртенеді. Айыпқа бұйырмаңдар, мені кәпірге шығармаңдар. Сендердің кәпірге шығару құқыларың жоқ. Діни сектанттар болсын, молдаларың болсын, кімің болсын. Менің айтатыным, менің діни білімдерім сендерден артық болмаса кем емес. Бірақ Құдай сендерге жаттап алған жаттанды 20 сүре 20 хадисті бастарыңа беріп, халықты алдап өмір сүруді несіп қылған осы қылықтарыңменен ақ, бүкіл қазақтың басына күн туғанда үнсіз қалған қылықтарыңмен өздеріңнің жүректеріңдегі мұнафиқтіктеріңді байқаңдар. Егер шынайы Құдайдан қорқсаң, өзіңнің жүрегіңдегі мұнафиқтықпен күрес, шайтанмен күрес, нәпсіңмен күрес, жақсы өмірді аңсап, молда болып, сектант болып партияға үйісіп, бір топтарға қосылып, солардың арқасында жер алып, тегін бизнес жасап жүрдің ба? Енді сен атаң басына жәннатты аңсайсың ба? Сенің жәннаттың мына дүниеде, болды, саған о дүниенің жәннаты жоқ. Кім ақиқатшыл, кім шыншыл, осындайда сыналады. Қазақ халқы көздеріңді ашып. Қазір қазақ халқы сында тұр, тағдыры қылдың үстінде тұр. Осындай кезде ашыққа шығып халықты жақтамағанның барлығы халықтың жауы. Айырып алыңдар. Анау аталмыш интеллигентіңді, зиялыңды, тағыңды, басқаңды біліп алыңдар. Дәл осы сәт қазақ халқының тура тағдыры қылдың үстінде тұрған кез, осы кезде кім халықшыл, қазақшыл болып, мынау репрессияны, мынау қудалауды, мынау сұмдықты тоқтату туралы күреспесе, бәрі мұнафиқ. Бәрі мұнафиқ. Осы кезде үнсіз қалғанның бәрі екі бетке мұнафиқ. Ол мың жерінен тоңқаңдасын, бір тиын оның тоңқаңдағаны. Ол қабыл болмайтын тоңқаңдау. Құдайдың айтқаны зұлымдықты қарекетпен тию деді. Қарекетпен тиюға шамаң жетпесе, тілмен тию деді. Тілмен тиюға шамаң жетпесе, жүрегіңмен зұлымдықты жек көр, сосын Құдайға жалбарын, оның өзі иманның ең әлсіз деді. Біздегі сұмырайлар тілмен де тиюға шамасы жоқ, қарекет түгілі. Отырып ап тоңқаңдап алақан жайып сұраймыз дейді. Онда алақан жайып сұрамадың ба? Аспаннан свежий піскен нан бер, аспаннан жақсы президент бер деп сұрамадың ба? Алақан жайып сұрау ең үшінші кезекте тұрады. Зұлымдықты ең алдымен қарекетпен тиясың деді. Жақсы, қалың елім, қазағым, аман сау болыңыздар, ақиқатшыл болайық, шыншыл болайық, турашыл болайық, зұлымдықпен күресейік, басқа амал жоқ.